Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 99-шы сабақ қоршаған ортаны қорғаймын және етістіктің жіктелуі. Алдымен балалар біздің арнамызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 76-шы жаттығу өлеңді көшіріп жазып, жіктік жалғаулы етістіктердің астын сыз дейді. Балалар өлеңді әдемілеп дәптерімізге көшіреміз. Шөп жылып ағаш қимаймыз, ұясын құстың бұзбаймыз. Қайнар көзі тірліктің, суды да ысырап қылмаймыз. Аулада гүлді баптаймыз, көгалды таптап баспаймыз. Өсіріп орман көктемде ауаны таза сақтаймыз дейді. Енді балалар тапсырма бойынша жіктік жалғаулы етістіктердің астын сыз дейді. Олар біздерді қимаймыз, бұзбаймыз, қылмаймыз, баптаймыз, баспаймыз және сақтаймыз деген сөздер. Жіктік жалғаулы етістіктердің қай жақта тұрғанын айт дейді. Балалар, бұл етістіктер жіктік жалғауының бірінші жағы көпше түрде тұр. Мысалы, біз қимаймыз, біз бұзбаймыз, біз қылмаймыз, біз баптаймыз, біз баспаймыз, біз сақтаймыз, Келесі 77-ші жаттығу сөйлемдерді оқы дейді. Мен баптаймын, сен баптайсың, ол баптайды. Біз баптаймыз, сендер баптайсыңдар, олар баптайды дейді. Етістіктерді тауып, қай жақта тұрғанын айт. Қай жақта тұрғанын қалай білдің дейді, Міне балалар қараңыздар. Мен баптаймын бірінші жақ. Себебі бұл жерде бірінші жақтағы жіктік жалғау жалғанған, Сен баптайсың. Бұл жерде екінші жақтағы жіктік жалғау жалғанған. Ол баптайды, үшінші жақтағы жіктік жалғауы. Және көпше түрде біз баптаймыз, сендер баптайсыңдар, олар баптайды. Дәл солай оларда бірінші, екінші, үшінші жақта тұр. Келесі 78-ші жаттығу жіктік жалғаулы сөздерді қатыстырып сөйлем құра дейді. Балалар, берілген сөздермен сөйлем құраймыз. Мысалы, мен мынадай сөйлемдер құрадым. Мен үй тазалаймын. Сен мектептен оқып жазуды үйренесің. Ол бірнеше өлеңді жатқа біледі. Сіздер басқа сөйлемдер құрап жазыңыздар, жарай ма? Құраған сөйлемдеріңде жіктік жалғаулы сөз қандай мүше болып тұрған айт дейді. Бізде бұл жерде жіктік жалғаулы сөздер, яғни тазалаймын, үйренесің, жатқа біледі. Бұлар сөйлемде баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Келесі 79-шы жаттығу бағанның сол жағындағы сөздерді етістіктермен сәйкестендір дейді. Және тапсырманы дұрыс орындауға қай жалғаулар көмектесті дейді. Мен көшірдім, сен айт, сіз көмектестіңіз, біз қуандық, ол ойнады. Бұл жерде балалар жалғаулар дім, іңіз, дық, д жалғаулары. Келесі 80-ші жаттығу әр бағандағы етістіктердің жіктік жалғауларын салыстыр дейді. Содан өзің қорытынды жасап көр дейді, Енді бірінші бағанды оқимыз. Қараңыздар балалар, тұрмын, оқимын. Мен тұрмын, мен оқимын. Бұлар жіктік жалғауының бірінші жағы және осы жақта тұр. Келесі тұрсың, яғни сен тұрсың. Жіктік жалғауының екінші жағы осы жақта тұр. Сен оқисың. Мысалы, сен ертең кітап оқисың. Сен 2 күннен кейін кітап оқисың. Яғни бұлар жіктік жалғауының екінші жағы және келер жақта тұр. Келесі екінші баған. Оқыдым, көрдім. Мен оқыдым, мен көрдім. Бұлар бірінші жақтағы жіктік жалғауы және өткен жақта тұр. Келесі оқисың, көресің. Сен оқисың, сен көресің. Екінші жақтағы жіктік жалғауы келер жақта тұр. Үшінші баған. Оқысам, көрсем. Мен оқысам, мен көрсем. Бірінші жақтағы жіктік жалғауы. Келесі оқысаң, көрсең. Сен оқысаң, сен көрсең. Екінші жақтағы жіктік жалғауы. Ал енді бұл етістіктердің барлығы шартты райлы етістіктер болады. Яғни бұдан шығатын қорытынды балалар етістіктер шақ категориясына, рай категориясына өзгерген кезде оған жалғанатын жіктік жалғаулары да өзгеріске түседі екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.